Ішкі істер министрлігі Индонезия республикасының әріптестерімен бірлесе отырып, Атырау облысында отбасыны өлтірген күдіктіні ұстады. Ол Қазақстанға жеткізіліп, қамауға алынды. Жедел тергеу іс-шаралар нәтижесінде қаза тапқандардың мәйіттері табылды. Күдікті кінәсін толық мойындады. Қылмыстық іс екі немесе одан да көп адамдарды өлтіру бабы бойынша жүргізілуде. Тергеу барысындағы басқа да деректер жария етілмейді. Сағат 5-тердің шамасында өздері осы құқық қорғау органдарынан азаматтар соғып ескерткен. Қазіргі таңда іздестіріп жатқан наурызбен Мейрамгүлдің сүйегі мұнайшыдағы үйдің айналым қасынан табылды деп. Сол моргқа тапсырылды деді. Бүгін қазіргі таңда сол моргқа кетіп сағат қазір 11-де. Анықтау керек сүйекті деген. Содан кейін арқата экспертиза жұмыстары басталады шығар. Айын берса кешке дейін іштегі қазморгта іштегі қызметкерлермен сөйлескенде кешке дейін біту керек. Біткен жағдайда сүйекті береміз деп айтты. Естігенде қалай болдыңыздар? Естігенде ол жерді бұған дейін тексерді. Ол жерге бардыңыздар ма сол бойда? Оңай тиген жоқ енді естігенде. Шынын айтқан кезде жалпы бәрі бүкіл ақпарат енді естіліп жатыр ғой, бәрі шығып жатыр, айтылып жатыр. Сүйек табылды, қылмыскерлер ұсталды деген, әкелді деген кезде бір үміт болған, жалпы бәлкім тірі шығар деген. Сондай үміт оянған. Бірақ енді кеше осылай қазан енді табылды, осылай сүйегі табылды естіген кезде оңай тиген жоқ. Бірақ енді сабыр еткеннен басқа қолдан келетін шара болып жатқан жоқ. Қайда жерлейсіздер? Сол ауылда қауымға жерлейміз ғой, әке-шешесінің қасына. Қалай табылғанын айтты ма? Қай жерден қалай жатқаны туралы айтты ма сіздерге? Енді нақты олай ақпарат ешнәрсе айтылған жоқ. Өздері айтатын шығар. Бізге тек айтылғандағысы сүйектің табылды, екі сүйектің табылғандығы, сол мұнайшыда үйдің қасында табылғандығы айтылды. В-третьих, я держусь своего мнения, что она неподалеку, там, где окна домов, ну, сыртында, үйдің сыртында, да, там, где окна домов, дома, потому что я вот это окно вижу, но вот все равно я вижу как-то так, я не знаю. Может быть, сейчас уже весна, пройдитесь вокруг дома, там, где окна, там, где, я же говорила до этого, цемент, да, какой-то, вот, как будто проваливается уже. Может, по запаху поймете, да, как будто бы проваливается, вот, под каким-то цементом, что ли, не пойму. Мына жерде бір свежий қазылған топырақ бар сияқты. Үйдің іргесі деп айтқанға қарағанда мүмкін осы жер шығар. Почему все-таки показывает двор, да, двор частных домов. Ну, мне кажется, все-таки первый, второй я тоже смотрела, но насчет этого я уточню. Вот эти два дома, вот в одном из них, ну, где-то во дворе. Может быть, что-то другое закопано, да, я не знаю. Ну, во дворе, там, где какое-то окно, за двором. Ну, имеется во дворе, имеется не в доме, да, вот, ну, вот где-то вот так. Вот бывает же терезе, который смотрит не на улицу, а терезе, который смотрит вот қораға, терезе, который смотрит на какие-то постройки, туалеты уличные, да, вот перед таким каким-то окном, что ли, я не знаю. Оно изначально у меня эта версия была, и вот она таки осталась. Я не знаю, меня туда проведут или нет. Вот журналист, который ведет, она мне предлагала вместе поехать, Рахмет Коп-Коп, но я и боюсь, но я и хочу, правда. Наурыздың сүйегін алсақ, соны ана сен елге апарып жерлесек деген. Мейрамгүл қайда дедіңіз? Психполицияға орналастырдық деп өзі полиция айтқан ба? Иә, қызметкерлер соғып айтылды, сол келді, ұсталды. Қазіргі таңда сол жұмыстар атқарылып жатыр, екі тұрып табылды. Сол Ақбаян ендігі таңда, қазіргі таңда қайда дегенде, сол мана психбольницасына орналастырылды. Ақбаянды өздеріңіз көрген жоқсыздар ғой? Әзірге көрген жоқпыз.
ол алға карата көрөт чамыз қазіргі таңда енді. Қазіргі мақсатымыз осы екі сүйекті аман есен алып, сол жерлеп. Қазіргі таңда енді Ақбаянда ондай көрген жоқпыз әзірге. Бірақ больницаға орналасты деді, денсаулығына байланысты. Бірақ алдағы уақытта көрсете көрөт чамыз енді алдағы уақытта. Пока сол ақпарат Ақбаян туралы.